Кедейліктен қорқудың басты белгілері. Бірінші, енжарлық. Енжарлық амбицияның жоқтығы, кедейлікке мойынсыну, өмірдің кез келген қиындығына ешбір қарсылықсыз берілу, ақыл, ой және дене енжарлығы, бастаманың, қиялдың, құлшыныс пен өзін-өзі жеңе алмау сияқты жаман әдеттерден туады. Екінші, шешімге келе алмау. Өзгелердің өзі үшін ойланып, шешім шығаруына мүмкіндік беру әдеті. Шешімге келе алмау да осы топқа жатады. Үшінші, күмән. Әдетте түсініктеме, кешірім сұрау өзінің сәтсіздігін жасыру немесе ақталу үшін айтылады. Кейде өзгенің жеңісін қызғанудан немесе олардың таққан сынынан да туындауы мүмкін. Төртінші, уайым. Ешқандай табыс көзінсіз басқаларға мін тағу арқылы өмір сүруге талпынудан, қабағын түйіп, түрін тыржитып, өзгенің сыртқы көрінісін менсінбеуден, ішімдіктен өзін тыя алмағандықтан, өз бойын билей алмайтындықтан және өзіндік сана сезімнің аздығынан пайда болады. Бесінші, шектен асқан сақтық. Сәттілікке жету әдіс-тәсілдері мен жолдарын ойластырудың орнына әрбір жағдайдың теріс жақтарын іздеу және орын алуы мүмкін сәтсіздік туралы ойлау. Сондай-ақ сол туралы әңгімелесу әдеті осы қасиетке тән. Қасіретке алып барар жолдарды білу, бірақ сәтсіздікті болдырмау жоспарларын еш уақытта іздестірмеу. Бұл әдеттің басты белгілері. Күту тұрақты әдетке айналғанға дейін ойларың мен жоспарларыңды іске асыруды бастау үшін қолайлы уақытты күткен жөн. Жетістікке жеткендерді еске алып, сәтсіздікке тап болғандарды ұмыту бұл күйден арылуға көмектеспек. Алтыншы, кейінге шегеру. Бұл қасиетке мыналар жатады. Кеше жасалуға тиіс нәрсені ертеңге қалдыру әдеті. Істелген жұмысқа бола ақталуға бар уақытын жұмсау. Бұл белгі шектен асқан сақтық, күмән және уайымға өте жақын. Жауапкершілікті мойнына алғанша ондай жағдайдың алдын алу. Күресті бастағаннан гөрі келісімге келуге ерікті болу. Қиындықтарды жеңуге жол тауып, оларды сәттілікке қарай жасалған қадамдар ретінде пайдаланудың орнына оларға мойынсыну. Өсіп өркендеу, салтанат, байлық, тыныштық пен бақытты талап етудің орнына тиын үшін басын саудаға тігу. Барлық тосқауылдарды еңсеріп, шегінбеудің орнына сәтсіздікке ұшыраған жағдайда басқа жолды іздеу. Өзіне деген сенімнің жетіспеуі, немесе көп жағдайда толығымен жоқтығы. Мақсаттың жоқтығы, өзін-өзі бақылау, ықылас, ынта, амбиция, үнемділік және ойға қонымды қабілеттің айқынсыздығы. Байлықты талап етудің орнына кедейлікті күту. Байлықты талап етіп, оны қабылдайтындармен жолдас болудан гөрі кедейлікті қош көретіндермен байланысу.